құрметті ұстаздар. Бүгінгі өтіп жатқан пікірталас сайысымызға қош келдіңіздер. Екі сыныптың арасында болып жатқан тақырып 21 ғасырдағы әйел мен ер рөлдері етеді. Екі топ, бірінші топ А класы, 11-ші А класы, олар даттаушы топтар. Екінші топ 11-ші Б класы, олар әйел адамды жақтаушылар. Топ ережесі бойынша әр топта 3 адамнан болады, 2 спикер және 1 сұрақ қоюшы. Ұпай 1 балдық шкаламен есептеледі, дұрыс жауапқа және өткір сұрақтарға байланысты. Ал спикерлар дайын болса, бастай берейік, А класс бастайды. Орындаушы отырыңыз. Біздің топтың мүшесі мен Сәлембаев Айбек, Абдраш Рахмет және Убайдолла Сымбат. Нағыз өмірде, осы өмір сүріп жатқан өмірімізде әйел мен және еркек адамның өзінің деңгейі бар екенін білеміз. Бірақ сол деңгейден әйел адамзаттың аспауын біз дұрыс емес деп ойлаймыз. Ол кез келген деңгей бойынша әйел адамзат, әрине ол әйел адамзаттың бір дарғандар, дарыны болады, немесе бір басқару, оларды шектеу деген сөз емес. Бірақ өздерінің белгілі бір орнымен кейбір адамдарға ғана орын босатуға болады деген дейді. Мысалға, үлкен зиялы орындарда, қоғамдық өмірде, негізгі өмірде ол еркек адамнан артыруға болмайды деп ойлаймын. Болдыңыздар. Енді спикерға қоятын сұрақ, Б класының сұрақ қойышысы. 5 сұрақтан кем болмау керек, сұраққа саны. Қазір кезде ер адамдар не себепті өте төмен дамып келе жатыр, әйел адамдарға қарағанда? Себебі, мені қарап, енді нағыз еркек болып өсу үшін ол жерде ананың рөлі үлкен рөл атқарады. Нағыз еркек, нағыз ер азамат болып елін көсу үшін ол жерде әйел адамның өзі үлкен рөл атқарады. Ол жерде оны бала дүние келген соң әйел адам оны бағып өсіреді. Оның бәрі ата-анаға, яғни тікелей байланысты және ананың үлкен рөл атқарады. Жоқ, біліп тұрмыз, бұл жерде ананың рөлі үлкен рөл атқарады. Но не себептен ерлер әйелдерден қарағанда қалып бара тұрған қазіргі заман бойынша? Мысалы ретінде айтылатын болсақ, әйелдерден қазіргі батыста келе жатқан тепе-теңдік деп келе жатыр да, сондай сөз нәрсе деген. Ал бұл жерде барлығы қозғалып жатыр, неге әйел, мысал ретінде алсақ, көлік айдап жатса, неге әйел де айдаламайды, үйде бір тірліктер істеватса, неге әйел істей алмайды оны, неге әйел жұмыс істемейді, неге оны карьермен көтере алмайды деген сұрақтар келеді. Ал карьерамен келіп кетсек, оған келіп до конца барамын деген адамдар, ол бала туғысы келмейді қыздардың. Ал көбісі көкірек ашық болады ғой қыздардың. Көкірек ашық, олар балдар, жақсы нағыз балдар қарамайды ондай қыздарға ашық келмегенде. Ал кінәлі бұл жерде әйелдер. Соны ашық өсіп проблемасын өзіне қарайды. Если ол әйел ашық кенеді, басқа бір балдарға ұнады, сосын олар себептен айтылады, что әйелдер не қылады да, жаман балаға кезіктім, сол себепті сондай нәрселерді іске қозғалады. Мен бұл жерде, сендер өздерің ер адамдарды жамандап отырсыңдар да, мен бұл жерде сұрақта сендер түсіндер, ер адамдар өте төмен, даму деңгейлері төмен ғой. Қазір кезде көбінесе әйел адамдар жоғары жерлерде отыр, ал ерлер қарапайым жұмыстар істеп жатыр. Көбі ерлер. Ал басып тастап жатқан әйелдер ғой. Әйелдер төмен басып жатқан жоқ. Қазір кезде просто балалар оқымайды. Осы жасөспірімдер оқып жатқан жоқ. Сол үшін білім деңгейі өте төмен. Сол жағдайлықтарын сендер қазір жұмыстың ең төмен жобаларын. Сол себептен әйел адамдар. Сіздердің міндеттеріңіз тек сұрақ қою. Сұрақ қойшы өзінің рөліне қарап бұл сіздерге бір минус болады. Тек сұрақ қоясыз, жауап күтесіз, сұрақ қоясыз, жауап күтесіз. Сұрақ қойдым. Тағы бір сұрақ қояйын онда.
айттың ғой, ананың рөлі өте үлкен рөл атқарады дедің, иә? Сенің ойыңша қазіргі кездегі аналар қандай тәрбие беріп жатыр балаларына? Қандай тәрбие бергенін қара. Карьерамен жұмыс істеп кетіп жатыр деп жатыр, иә? Ол өзін жұмыс істеп, өзін жұмысын ойлап кетеді да, өзінің балаларын естен шығып кетеді. Оның баласы не істеп жүргенін білмейді, оның қайда жүргенін. Анасының алдына келеді да, баласы бүйтіп жүре береді. Оның күнделікте қандай баға болып жатқан, сырт жақта өмірде көшеде не болып жатқанын, кіммен араласып жатқанын білмейді. Оның бәрі көңіл білмегендіктен мен осыдан келіп, өзі балалар сәл тәрбиесіз болып өседі да, осы нағыз еркек азайып кетеді десек те болады. Бала тәрбиесі, әке тәрбиесінде отыр. Дұрыс, міндетті түрде ол қатысты, бірақ әке ол жерде әкенің негізгі рөлі отбасыны бағу, отбасыны жылы жерде бағып өсіру. Біздің ата-бабаларымыз қарасай, сен әкелеріміз үйде асыраушы болып, бағып еңбекті житінен ақ келеді. Ал ана соларды балаларды тәрбиелеп, нағыз еркек болып өсіретін аналар. Бәрі үй солай кете берсе ол болмайды. Тербеттен бұзылады. Сіздерден спикер бірінші сөйлеу керек. Саламатсыздар, құрметті оқушылар және ұстаздар және менің қарсыластарым. Біздің қазіргі айтып жатқан тақырыбымыз қазіргі өзекті тақырыптардың бірі болып саналады. Сіздер айтуларыңыз бойынша әйел адамдар карьера қуып, бала шағасына көңіл бөлмейді деп жатсыздар. Енді мен бастан бастайтын болсам, тарихқа жүгінетін болсақ, сақ тайпасын айтатын болсақ, бұрында әйел адам да, еркек адам да тең болған, соғысқа да әйел адамдар да шыққан. Ол өтірік емес, ол сіздер оқыған болсаңыздар, кітаптарда жазылған. Ол жерде мен әйел адам мен бала шағамның тәрбие берейін деп ешқашан айтпаған. Ол жерде әйел адамдар да атқа мінген, қарсы жауға шыққан. Мысалы, Томирис ханшайымды алсақ, ол да мен әйел адамын, мен отыру керекпін деген жоқ қой, ол да соғысқа шықты және өзінің еліне ханшайым бола алды. Және тағы да айтатын болсақ, бұрында ерте палеолит кезінде аналық қауым, аталық қауым деп бөлінді ғой, сол кезде аналық қауым аталық қауымнан қарағанда жоғары болды. Яғни біз қалыптаса бастағаннан бірінші орында аналық қауым болған деген ол анық жазылған. Одан кейін тағы да келтіре беретін болсақ, осындай келтіретін мәселелер өте көп. Ол жерде, мысалы, сіздер айтуларыңыз мүмкін, әйел адамдар жарысып, көйлек айдайды, жарысып, шалбар киеді деп. Мысалы, қазіргі біздің көлігіміз бұрында тұлпар болса, қазіргі біздің темір тұлпар деп айтады ғой, машина. Бұрында да әйел адамдар да атқа мінген. Ол бізге ерсі нәрсе емес, қазір бізде атымыз, тұлпарымыз, ол темір тұлпарлар. Ол бізге жат қылық емес, ол бұрыннан келе жатқан нәрсе. Яғни сол шалбар киді деп айтатын болсаңыздар, бұрында сол атқа мінген адамдар көйлек киіммен мінбеген ғой, олар сол атқа отыру үшін ыңғайлы етіп шалбарлар да киді. Тағы да айта кететін болсақ, сіздер баланың тәрбиесіне әйел адам ғана көңіл бөлу керек емес, ер адамда да көңіл бөлу керек. Әкенің берген тәрбиесі басқа, ананың берген тәрбиесі басқа. Айтады ғой, әкенің берген тәрбиесі 100 мектепте де татымайды деген сияқты. Ол тек әйелге ғана жүктелген тірлік емес. Яғни де қазіргі таңда, қазіргі жағдайда еркек адам ғана, осы үйде жалғыз адам ғана бағу, қағу ол мүмкін емес. Өйткені бір адамның жалақысы ешқашанда бір отбасын асырай алмайды. Яғни әйел адам оның тірегі ретінде, өзінің жолдасын көмектесу ретінде, ол да жұмыс істеуге мәжбүр. Мысалы, біздің де қазір бізге білім беріп жатқан мұғалімдеріміз де жұмыс істеп жатыр ғой, сонда солардың бағдары дұрыс емес деп ойлайсыздар ма? Мысалы, тағы да айта кететін болсақ, қазір айтыватсыздар ғой, әйел адамдар еркектен көтеріп кеткен, оған кім кінәлі айналып келгенде ер адамдар кінәлі болып келеді. Өйткені ер адамға байланысты әйелді өзінен жоғары ұстап кетпеу. Мысалы, мынандай мақала бар. Жақсы әйел ерін төрде сөйлейді, жаман әйел ерін көрде сөйлейді.
мысалы еркек адамдар да биік белестерге жету әрине бұл өзінің әйеліне де байланысты. Тағы да айтатын болсақ, Oldu, uақыт шектеулі. Уақыт шектеулі бар. Сіздерден сұрақ қоюшы, тақтаушыларға сұрақ қоясыз. Оны еркектерге ше әйелдер көмектеседі деп айтқандар бар. Неге осы әйелдер ақша тапқан кезде міндетсінеді да мен таптым, мен ақшам. айтатын болсақ, міндетсінеді. Әрине не үшін міндетсінеді? Өйткені ер адам одан аз жалақы тауып или болмаса қазір еркектер бар ғой, жатып ішер деген. Мысалы, Еркек үнде болған кезде. Сұрағымды жауабыңызға толықтырып қоймай, кейбір еркектер бар, жатып ішер үйінде жатады да, әйелі амал жоғынан қабын көтеріп, бала шағаның қамы деп жүреді. Бала шағасын тәрбиелеуге береді, жұмыс тауып та бұған айналып келгенде тағы еркектердің болады. Егер еркек өзінің әйелінің жалақысы жоғары болса, әйелі ешқашан міндетсіне алмайды. Екеуі тең болсын. Екеуі тең болса, ешқандай не болады деп ойламаймын. Міндетсінетін. Ол өйткені әйел адам болды, мысалы, оны ешкім қинап жұмысқа шығарған жоқ, ол өз еркісімен шықты ма, ол міндетсінеді деп ойламаймын. Сұрақтарыңыз бар ма? Спикер. Еркек анасын тыңдап жәннатта болады дейді, ал әйел сол еркегін тыңдап жәннатта болады дейді ғой. Осыған келер болсақ, әйелдер жұмыс істеп жатыр дейсіздер ғой, иә. Жұмыс енді отбасын асырайды, иә, ол қазір жұмыс істеймін деп отбасын ұмытқан да әйелдер бар. Кейбір әйелдер өзінің ер азаматтан жоғары деген дәрежеге, мен жоғарымын деген уже дәрежеге санайды да өзін. Мысалға келтірсек, бізде елбасымызда, мысалы, әйел адам болса, ешкім оны құлақ аспайды. Құлақты алғысы келмейді, себебі тыңдата білген адам болса құлақ алғысы келеді, бірақ әйел адам болғанда сәл бір түрлі жайт қой. Мысалы, әйелдер басшы болса да еркек отбасында бірінші рөлде болады. Жұмыссыз болса да ол бірінші отбасында бірінші неде рөлді атқарады. Еркектер әйелдерге қарағанда дене бітімі де үлкендеу болады ғой. Сондықтан мысалы жауға қарсы шығып біздің еркектер дене бітімі ірілеу болғандықтан жауға шапқан бұрынғы заманымызда айтып жатсыздар ғой. Соған қарсы бізде әйелдер жаман деп ол жерде айтып жатқан да жоқпыз. Ол жерде Әлия Маншуктың біздің әпкелеріміз де болған, қарсы жауға шапқан. Бірақ қазіргі заманда алсақ, онда әйелдер бар ма деп ойламаймын, бар деп ойламаймын. Ондай қазақ үшін күресіп келе жатқан бір әйелді көрмеген екен. Сымбат Мақыл, сен қыз баласың, иә? Саған сұрайын, сен сонда қазіргі біліміңді үйде отыру үшін оқып жүрсің ба? Сен де әйел баласың, болашақта әйел адам боласың, иә? Сонда сен осы біліміңді болашақта қолданғың келмей ма? Үйде отырасың ба бала бағумен? Мен қолданғым келеді, иә, қолданамын. Мен бала шағам болады ғой, не оған білім беремін, үйретемін. Мен білмеген нәрсені ол үйретеді маған. Сол сияқты бір-бірімізге үйрету керек қой. Мен жоқ білім жоқ деп мен оған үйретпей қоймаймын ғой. Мен үйреткім келеді, менен жақсы білгім келеді. Мен только жұмыс істеумен ғана оқып жатқан жоқпын ғой. Жоқ, білімді сонда сен кейін шегеп қойсын ба? Осы біліміңді болашақта вообще пайдаланғың келеді. Келеді жатыр ғой енді пайдаланғың келеді. Қай жағынан пайдалансың, сен үйде отырып қаласың ғой? Иә, үйде отырған балама беремін. Сен түсініп отқан жоқсың, мен балама беремін деп жатырмын. Сонда жұмыс істемейсің ба сен? Басқа балаларға бермеймін. Күйеуім жұмыс істейді, мен не қыламын жұмыс істеп? Бес саусақ бірдей емес қой. Дұрыс па? Бес саусағың бірдей емес. Иә, сол сияқты. Және бізде қосып кетсек болады ма? Осы тақырыпқа байланысты. Жоқ, сіздер сұрақ қойғансыздар. Сіз айтып жатырсыз, еркек адам жұмыс істемесе, онда жаңағыдай дәрежесі жоғары бола алмайды. Жоғары деді да еркек адам жұмыс істемесе. Соны қалай түсінуге болады? Еркек адам жұмыс істесе, дәрежесі жоғары болып отырады да, ал әйел адамдар жұмыс істесе дәрежелері менсініп, олардың айтқанын ешкім тыңдамайды деген. Қай жерде, например, басқа елдерде, Америкада әйел адамдар не істеп жатыр ғой, жұмыс істеп, бастық. Соны қалай түсінуге болады? Олардың сөзі өтіп жатыр да, көп не істеп жатыр. Біз Маржан сен түсін, біз Қазақстанда өтіп жатқан мәселені қозғап жатырмық.
Біз басқа шет елдерде қарамаймыз. Олар өз өмірімен сүреді. Олардың біздің елде алғанда Сара Назарбаева бар ғой, Дариға Назарбаева. То есть сол қазіргі кезде көп еңбектер сіңірген. Иә, осы Қазақстанға дейді. Көптеген соны сен жоққа шығарып тұрсың ба? Мен жоққа шығармаймын деп алдын айтып ұқыпты тыңдасаңыздар. Бұл сіздердің спикер, екінші спикер сөйлесін. Қазіргі кезде 21 ғасырда біздің әйел қауымы көп дамыған дегенге қосыламын. Өйткені олар өздерінің білімдерін алып, жоғары оқу орындарын бітіріп, неге жұмыс істемеске? Мысалы, бізді алатын болсақ, Маргарет Тэтчер өзінің химия өнеркәсібін бітіріп, бірақ өзінің заңға деген қызығушылығын арттырып, ол Ұлыбританияның премьер-министрі болды. Сонымен қатар, Мэри Кей фирмасының басшысының тарихын айтып кететін болсақ, ол өзінің бастығынан жабыр көргендіктен, ол өзінің жаңа фирмасын ашқысы келді. Сол фирмада тек әйел қауымы жұмыс істейтіндей өзіне бір мақсат қойды. Тек оның ішінде еркек адамдар жұмыс істемейді, тек әйел адамдар өзіміз мықты боламыз деп ол өзінің фирмасын ашты. Және де Коко Шанель өзінің еңбегі арқасында ол биікке жетті, оны бүкіл әлем таниды. Қазіргі күнге дейін Коко Шанель деп айтатынымызға, біз соны күнге дейін киімдерін киіп, соны сызбалармен не қыламыз. Ал енді Қазақстанда алатын болсақ, мысалы Сара Назарбаева, Дариға Назарбаева, олар өздерінің білімнің арқасында және тәрбиенің арқасында біздің Қазақстанда тек қана өз балаларына ғана емес, Қазақстандағы кішкентай балаларға жақсылық істеп, солардың біліміне қарап деп жатыр. Және де жоғары оқу орнын алғаннан кейін адам білім алып, жұмыс істеуі қажет. Ол мысалы күйеуі ақша таппайтын болса, неге әйел таппасқа? Және де әйелі үйіне келіп, мама ақша берші деген кезде мамасының мәртебесі өседі ғой, әкесі ақша әкелмесе үйге. Сұрақ қоюшы. Тоқтырып мен өзім. Бұлар айтылысында және қыздар жұмыс істейді, олардың бәрі жұмыс істей берсе, әлемде тепе-теңдік бұзады. Қайталап айтылады ма? Өрде негізгі табиғатынан қыздар өздері нәзік болып жаралады. Еркектерге қарағанда, жаны жағынан да, физически жағынан да, қай жағынан қарасаңдар да сендер нәзіксіңдер. Және мысалы мен анамды құрметтеймін. Ол сендер бір саты төмен деп санауыңыз емес, бұл өзіміздің ой санамызда солай қалыптасқан. Сендерге артық жұмысқа салмаймыз біз солай. Артық жұмысқа салуымыз да келмейді, және сендер нәзік екендеріңізді де білеміз. Бірақ ол үйтіп дұрыс, ол жұмыс істеген дұрыс, бірақ үйтіп бәрі шетінен жұмыс істей берсе, ол болмайды, ол тепе-теңдік бұзылады. Өзі мықты, өзі дарыған адамдар осы жаңағы Дариға Назарбаеваны айтып жатсыңдар. Олар да өзін шектен тыс өзін нелер болған, возможностьтары, мүмкіндіктері. Олар соны пайдаланып құрбан етуге болады дегендей да. Олар соны пайдаланды. Үйтіп, бірақ бәрін үйтіп шетінен олай бола берсе, ол дұрыс емес. Мысалы Қазақстанда әйелдерге де еркектерге де ана жұмыс істейді ғой. Мысалы біздің Қазақстанда тоқыма фирмасы, киім тігетін әйелдер істейді, еркектер істейді ма? Оны әйелдер істемейді дұрыс. Ол істемейді деген сөз емес, істеген дұрыс. Бірақ сонда сіздің айтыңыз болса, істеген дұрыс, істемеген дұрыс деп, сонда істейтіндер сен жұмыс істейтін орны болады, өзің жұмыс шегі болады. Және әйел адамзатқа өзіне сай жұмыс болады. Өзі сондай жұмыс істейтін тоқыма жұмыс, оның өзінің уақыты болады жұмыс. Бірақ соның негізгі жұмысы оның өзінің балаларын қабыл. Ал ол жұмыс қосымша жұмыс өзіне
және ер азаматқа күш беріп немесе солай және ер азамат ол оған ғана сеніп қалу емес ол өз үйінде отырып ақ ол ер азаматқа көмектесуі мүмкін өзінің ақылын беріп ол жанында серік болып әйел адамның артық кеткен жұмысын мысалы артық кетті деп айтып бере аламыз ба? жоқ мен айтып бере аламын жазушылар үлкен бір болашаққа жеткен адамдар бар қазір ағылшын не бар еді кәсіпкер леди кәсіпкер да соның соңғы хаттарында жазып кеткен өзінің жұмысын өмір бойы хат жұмыс істегендерін жазғанда бірақ ең соңғы хатында өзінің өсиетінде өкінішін жазған өзім отбасыма деген махаббатымды бөле алмағаныма деген сондай өзінің өкінішті хаттарын жазған ол қанша көтерілген бірақ өзінің өкінішті хатын анау кім ғой Стив Джобс қой иә жоқ ол да бар оған да ұқсайды соны айтайын бірақ ол еркек та бірақ бес сағат емес қой сіздердің де аналарыңыз жұмыс істеп жатқанша аналарыңыз жұмыс істеп сіздерге де тәрбие береміз ғой дұрыс бәріне топырақ шашудың қажеті жоқ бір екі адамға бола 10 адамды ертең топырақ шашудың қажеті жоқ ол жерде өзің түсінбеймін қазір бәрі жұмыс істесе не болады сен біздің қазақстанды көтеруге біздің қазақстан көтеріп сонда сен енді болашақты ойласа балаларды ойласа енді сен балалар кім бар балалар жүреді далада бүйтіп ар жақта ойнап күледі телевизор көріп шегіп жүреді бүйтіп мектептен шыққаннан кейін басқа жаққа бармайды басқа жаққа барады жүреді сосын көреді олар уже тәрбиесіздік орын алады да уже контроль кетеді да өскен соң сондай бір бәрі сендер айналып келген сол әйелдер отыру керек деп отырсыңдар ғой жоқ оның не айтасың жоқ отырмау керек жоқ отыру керек деп бір-бірлеріңізді тыңдап бөлмеуге тырысыңыздар кезек сөйлеуге өзінің ыңғайына қарай болады отыратын өзі жұмысына қарай өзі ер азаматпен ақылдасып бірақ ол жерде міндетті түрде ананың тәрбиесі балаға берілу керек сол бір сөзбен дұрыс әкенікі керек бірақ әкенікі әкең өзі беретін сөз болады ғой әке бір сөйлейді болды ол өзі көрсетеді өзін істеп жатқан өзінің отбасымен бағып жатады ғой бала соны өзі көріп өседі ол әкесіне қарап ол қалай бағып көріп қалай отбасынан қиналып өзінің әкенің өзінің рөлін түсініп өседі ал ананың рөлі бағдат көрсетіп соған демеп отырады ол бүгін біз пікірталасымыз осымен тәмамдайық қорытынды сөздерді бір адамнан айтсақ топтарға қорытынды айтатын болсам осы сөздерімізді бәрін жиып келгенде айтады ғой ана бір қолымен бес тербетсе екінші қолымен әлем тербетеді бұл сөзді екі рет айтпаған ол біз шығармаған оны ата бабаларымыз шығарып кеткен яғни бойында шығарып кеткен ғой бұл сөзде яғни мысалы билік басып отқан еркек адамдармен өзі мысалы біз өзіміз абай құнанбаевты алатын болсақ олар кімнің тәрбиесін және кімнің арқасында биікке көтеріп отыр бұл жерде мысалы абай құнанбаев өзінің әжесі де анасы ұлжан анамыздың арқасында биікке көтеріп отыр ғой мысалы сіздерге де тәрбие бергенде мысалы анада ол аналар үйде отырып мектеп балаларына тәрбие берер емес өзіміздің де керемет аналарымыз бар университетте ананың тәрбиесіне көңіл бөлінбейді ол айттым ғой жаңа ыңғайына қарай өзі жұмысқа лайық болады бірақ ананың рөлі үлкен рөл атқарады нағыз ер азаматтар өзі үшін ананың рөлі үлкен рөл атқарады оны айтқым келіп отыр ол жерде енді мен де тоқталсам нағыз болашақ болып өсу үшін де бұл жерде дұрыс еркектер рөл атқарады бірақ анаға қанша дегенмен ананың орны бөлек болады ол ананың сөзі басқаша өтеді балаға бұл жерде дұрыс тәрбиелену керек нағыз еркек болып өсу үшін және әрине ол дұрыс тәрбиеленбеген бала дұрыс емес қыздарға қарайды қыз шешесіне қарай өседі ғой әкесі соған болды осымен бітірейік алдымен шешім шығармас бұрын залдың пікірін білейік қай топ жеңгенін жақтаушылар тобы жеңді дегендер қол көтеріңіздер огласияны ал енді көзқарасы жеңді дегендер ал енді менің пікірім бірінші сөйлеген бірінші тур бойынша спикер сөйледі, оған сұрақ қойылды.
спикер Айбек болды ол